Переходим к основе создания бизнеса. Енді бизнесті құрудың нөмірі 5-ші қағидасына тоқталайық. Бұл бөлімді біздің бизнесіміздің басты тірегі деп атасақ та болады. Желілік маркетингте жұмыс істейтін адамдар дайын болғанды ұнатады. Олар дайындалуды өте жақсы көреді. Олар сияқты дайын бол, түсінесіздер ме? Сөйтіп олар маған былай дейді: Патман мырза, мен мынаны оқыдым, мынаған қол жеткіздім. Есімдер тізімін әртүрлі шрифтте жазып, оны ерекшелеп қоямын. Әртүрлі түспен жазамын. Ыстық, жылы, суық адамдар тізімін бөлек-бөлек жазып қойғанмын. Менің үйімде 3 телефон бар, үшеуі де желіге қосылған. Бірақ мен оларға жоспарымды көрсеткен жоқпын. Бизнесті құрудың нөмірі 5-ші қағидасы: жоспарыңызбен таныстыру. Мен оны қысқаша түрде сіздің бизнес жоспарыңыз деп атаймын. Көп адамдар бизнесті құрудың нөмірі 1-ші, нөмірі 2-ші, нөмірі 3-ші, нөмірі 4-ші қағидаларын өте жақсы түсінеді. Нөмірі 5-шіге келгенде түсініспеушілік пайда болады. Мұнда енді адамдармен қарым-қатынаспен презентация болады. Презентация деген сөз ересек адамның өзінің шошытуы мүмкін. Сіз ертең біздің клиенттерге презентация жасауыңыз керек десе, «О, құдайым, өзің көмектесе көр» деп жалынасыздар. Түсінесіздер ме? Сіздердің кеңседегі жұмыстарыңыздың өзінде бастығыңыз келіп, клиенттерге презентация жасауға дайындал десе, үстіңізден суық су құйып жібергендей болады. Сіз дайындала бастайсыз, сөйтіп үрейленіп презентацияға барасыз. Өйткені адамның табиғатының өзі сондай. Алға қойған мақсаттан қорқу немесе презентациядан үрейленуді өлімнен кейінгі 2-ші орынға қоясыздар. Шынымен де солай. Көпшілік алдына шығудан қорқу өлімнен қорқудан кейінгі 2-ші орынға қоясыздар. Ал 3-ші орынға өрмекшіден қорқу. Әйтеуір өте қорқынышты. Сонымен адамдар осы презентациядан қорқады. Мен үшін жұрт алдына шығып жоспарымды көрсету презентация емес. Жұрт алдындағы презентация айына 1 рет қана жасаған жағдайда ғана тиімді. 2 аптада 1 рет немесе аптасына 1 рет емес. Бұл менің пікірім. Жұрт алдындағы презентация бұл бір жағдайға байланысты жасалған шоу. Сізге айына 1 рет сахнаға шығып презентация жасау қиын болуы мүмкін. Алайда біздің бизнестің күші мақтанарлық жағдайымыздың бірі жұрт алдына шығу. Бірге-бір, бетпе-бет презентация біздің бизнестің мәні, яғни маңызы. Адамдардың көпшілігі презентацияға өзгеше дайындық керек деп ойлайды. Мен сіздерге түсіндіре кетейін. Ерекше презентация дұрыс емес презентация деген түсінік болмайды. Презентация созылмалы жіп сияқты. Түсінесіздер ме? Мен үшін презентация резиналы жіп сияқты. Сіздерде резиналы жіп бар ма? Сонымен презентация резиналы жіп сияқты. Сіз онымен қалағаныңызды істейсіз. Солай ма? Формасында өз қалауыңызша өзгерте аласыз. Бірақ оны үзіп алмасаңыз болғаны. Ал сол резиналы жіптің ішінде презентацияның негізгі қасиеттерін сипаттайтын күш бар. Резиналы жіпте компанияның өнімі, жүйесінің бағасы жөніндегі мәлімет және алға қойған жоспары қамтылуы тиіс. Бар болғаны осы ғана. Компания жөніндегі мәлімет, өніміміз және төлем жөнінде мәліметтерді резиналы жіпке салыңыз. Оны жұртқа қалай жеткізсеңіз де, ол сізге байланысты. Түсінесіздер ме? Көрдіңіздер ғой, мен резинаны қалай қозғап жатқанымда. Сонымен резиналы жіп презентацияның шеберлігі болып табылады. Онымен қалай жұмыс істесеңіз де, оны өзіңіз білесіз. Бірақ оны төлем жөнінде мәліметтер болу керек. Компания, өнім, төлем жүйесі және алға қойған жоспарлар. Жоспарлар бізге, адамдарға бизнесіміздің шамасын, қаржысын көрсету үшін қажет. Компания жөнінде білгіңіз келсе, егер сіз үйде отырсаңыз, дискілер арқылы және онлайн жүйесінен
мәліметтер алсаңыз болады. Онда Questnet миллионер компаниясы жөнінде 2 миллион клиенттері бар және мынадай ірі көлемде өнімдері бар екендігін және Wake желілік маркетингі кең дамыған ірі шаралар өткізетін әлемде өзіне қаратқан компания екендігі жөніндегі мәліметтермен таныса аласыз. Төлем жүйесін түсіну үшін сіздерге оның негізгі қасиеттерін біліп алуларыңыз керек. Солай ма? Сіз бір адамды шақырып, енді онымен жоспарыңызды көрсету үшін кездесуіңіз керек. Сіз енді уайымдай бастайсыз. Сіз қорқасыз және қорқуыңыз керек. Алайда менің сіздерге құтқарушым бар. Ол сізден жоғарғы тұрған лидер. Әне ол, лидер. Сіздің лидеріңіз сізге көмектеседі. Ол сізді құтқарады. Көмек көрсететін сізден жоғары тұрған лидер ғана емес. Жұмыс істеп жатқан адам болуы да мүмкін. Сіздің алғашқы 5 презентацияңызды жеке өзіңіз өткізбеңіз. Өзіңізден жоғары тұрған лидерден өткізіп беруді сұраңыз. Сізде отырып көріңіз, жарай ма? Онда отырып не істейсіз? Сіз онда басыңызды изеп, оны қоштап отырасыз. Көзіңізді қаттырақ ашып, басыңызды былай изеп отырасыз. Сізден жоғары тұрған лидеріңіз «Патмын, дұрыс айтамын ба?» десе, сіз басыңызды изейсіз. Сіз сәл ғана қимыл жасайсыз. Түсіндіңіздер ме? Сіздердің бар істейтін жұмысыңыз осы. Сіздердің қолдарыңыздан осылай істеу келеді ме? Болады ғой, солай ма? Кәнекей, барлығымыз және үйде көріп отырғандарға да эксперимент жасап көрейік. Жандарыңызда лидеріңіз жоспарыңызды түсіндіріп жатып, «Ей, сен келсесің бе?» деп десе, сіз басыңызды издейсіз. Сонымен қатар сіз қарап отырып, үйреніңіз. Сіз белсенді клиенттерді ертіп келіп, өзіңізден жоғары тұрған лидеріңізбен кездестіресіз. Жоспармен таныстырып жатқан сіздің лидеріңіз жоғарғы дәрежелі тәлімгеріңіз болуы тиіс. Егер сіздің жоспарыңызды көрсетуге шақырған лидеріңіз жоғары дәрежелі тәлімгер болса, онда барлығы да құрдымға кетіп, уақытыңыз босқа кеткені. Өйткені сіздің шақырып келген адамыңыздың сізге қатысы бар, ол сізді тыңдағысы келеді. Жүр, сен алдымен менен жоғары тұрған лидерді тыңда дейсіз. Шақырған адамыңыз, сенен жоғары тұрған адам кім? Неге мен оны тыңдауым керек дейді. Сондықтан сіз оны шақырар кезде, мен сені бизнесте өзімнен жоғары тұрған адаммен кездесуге ертіп барамын. Ол көп табыстарға қол жеткізген. Менің онымен кездесудің сәті түсіп тұр. Ол Қытайдан енді ұшып келеді. Ол менің желілік маркетингте мен кездестірген ең беделді адам. Ол қазір саған бизнестің қыр-сыры мен жоспарларын таныстырады. Досым, сен жолың болып, онымен кездесетін болдық. Содан кейін шақырған адамыңызбен өзіңізден жоғары тұрған лидермен кездесуге барасыз. Шешуші уақыт. Енді сіз жоспарыңызбен таныстырарда әрқашан дұрыс жағдайды таңдай біліңіз. Жарай ма? Жоспарыңызды бейгешінде жүріп таныстырмаңыз. Ішімдік ішіп отырғанда таныстырмаңыз. Өйткені мас болған адам неге болса да келісуі мүмкін. Түсінесіздер ме? Олар сізге 15 өнім сатып алуға, Жапониядағы анасын тізімге қосуға, көп нәрселерді айтып, әлемді әйгілі болуға уәде береді. Сіздер менің неге Жапонияны еске түсіре бергенімді түсінесіздер ме? Сіздер егер мені білсеңіздер, менің айтқандарым орындалады. Сіздерге түсінікті болған шығар, сондықтан әрқашан дұрыс жағдайды таңдай біліңіз. Естеріңізде болсын, мынандай жағдайда сақ болыңыздар. Кез келген тізімге жазылған адам өзінің алғашқы белсенді адамын ертіп келгенде, оны тамақтандырып күткісі келеді. Ондай жағдайға жол бермеңіздер. Мен өзім артық еш нәрсеге төлемеймін. Шын айтып отырмын. Осы уақытқа дейін өзімнің ең жақсы достарым үшін төлеймін. Ал енді белсенді тізімге жазылатын адамға төлемеймін. Бұл қағида, жазылмаған қағида сияқты нәрсе. Дұрыс па? Алайда сіз басқа жағын ойлауыңыз мүмкін. Егер сіздің ақшаңыз болса, ол адамды түскі немесе кешкі асқа шақырып, жоспарыңызбен таныстырғыңыз келсе, онда өз еркіңіз. Бірақ есіңізде болсын, сіздің жасамаған ісіңіз қайталанып келуі мүмкін. Ал осы қайталануы мүмкін бе?
Жоқ, олай болмайды. Сонымен сіз тізімге жазылған белсенді адамыңызға шайға шақырыңыз, бірақ көп нәрсені сатып алмаңыз. Кейбір адамдар бұлай жасайды. Сіз кофе ішкіңіз келеді ме? Я, мынаны, ананы, мынаны да. Ана біреуінде әйелмен балама сатып алып беріңші деп 2 пакет қылып салып алады да 5 минут сізді тыңдайды да, жоқ мен қызықпаймын, рахмет деп кетіп қалады. Түсінген шығарсыздар, менің не туралы айтып жатқанымда. Я, сонымен ең бастысы әрқашан дұрыс жағдайды таңдай білу. Бұл қолайлы жер екендігіне көз жеткіздіңіз. Бұрын маған Макдонға барып әңгімелескен ұнайтын еді, өйткені ол жерде сағатта отыра беруге болады. Қазір мен кеңседе кездесемін. Тыныш мейрамхана таңдаңыз, өте қымбат болмасын. Өйткені келесі кездескенде сізді тағы да мейрамханаға шақырса деген ойы болуы мүмкін. Түсінесіздер ме? Ұқыпты болыңыз. Ол кешігеді ме, кешікпейді ме бәрібір. Ал ол адам уақытында келіп, сіз кешіксеңіз, онда бұл проблема. Сіз өзіңіздің белсенді жазылушы адамыңыздан ұқыптылықты талап ете алмайсыз. Сондықтан сіз өте ұқыпты болып, уақытында келуіңіз керек. Сіздер менімен келісесіздер ғой. Сіздің белсенді жазылушы адамыңыз орындыққа келіп отырғаннан кейін ғана жоғары тұрған лидеріңізді шақырасыз. Сіз өзіңіздің лидеріңізді ешқашан күттіріп қоймаңыз. Таңдалған дұрыс жағдайымыз бұзылады, жағдай лайық емес болуы мүмкін. Ертіп келген адамыңызды отырды. Сіз де жанына жайғастыңыз. Содан кейін, алло, Росли мырза, уақыт тауып бізбен кездесуге келіскеніңізге рахмет. Андерсон мырза, жанымда, біз Starbucks'теміз. Содан кейін Росли мырза келеді. Есік автоматты түрде ашылады. Әуеннің үні қаттырақ шығып, желдеткіштер іске қосылады. Ғимаратқа қазір мен келе жатқандай. Желдеткіштің алдында біреу келе жатады ғой. Росли мырза столға жақындап келе жатқанда, сіз не істеуіңіз керек? Тез орныңыздан тұрып, Росли мырза, сіз өзіңіздің жазылушы адамыңыздың тұрғанын күтпеңіз, ол тұрмауы мүмкін. Алайда ол сіздің тұрғаныңызды көреді. Сіз тұрғанда да бір жарақатыңыз бар адамдай тұрып, Росли, қалай жағдай демеңіз. Сіз орныңыздан жылдам тұруыңыз керек. Өйткені сіздің әрбір қимылыңыз Рослиге онымен нәтижелі презентация жасауға көмектесу керек. Жазылушы адам бәрінде тыңдап отырады. Сіздің лидеріңізге жасаған қарым-қатынасыңыз лидеріңізге күш береді. Сіздің жасаған әрекетіңіз патша немесе министрге құрмет көрсеткендей болуы керек. Түсінікті ме? Білесіздер, министр мен патшаға қандай құрмет көрсетілетінін? Сәлеметсіз бе, Росли мырза? Отырыңыз. Өзіңізде отырыңызда жоспарыңызды көрсетіңіз. Түсінікті ғой. Жоспар көрсетіліп жатқанда, осы жағдайлардың барлығын жазылушы адамыңыз бақылап отыратын болады. Сізде отырып көріңіз. Сіз айтылған мәселелерді басыңызды изеп қолдап отырсыз. Барлығы жақсы болуда. Енді жұмысымыз сұрақтар мен жауаптарға жақындады. Жоспарымыздағы ең бір маңызды тапсырмасы десек те болады. Кейінірек біз түсіндіру жұмыстарына өтеміз. Ал жоспарда сұрақтар мен жауаптар бөлімі бар. Ол сіздің сөзіңізді бөліп сұрақ қояды. Солай ма? Сіз үнемі сұрақтарыңызды соңында қойыңыздар деп айтуыңыз керек. Я, мен сіздерді түсінемін. Уайымдамаңыздар. Сұрақтарыңыздың барлығына жауап аласыздар. Сонда да көп сұрақтарыңызды презентацияны көріп отырып табатын боласыздар. Ал презентациядан кейінде сұрақтарыңыз болатын болса, онда мен сұрақтарыңызға қуана-қуана жауап беретін боламын. Сіздер енді ғана келіп отырсыздар ғой. Егер шақырған адамыңыз сізді сұрақтың астына алатын болса, сіздің ойыңыз жоғалады. Мен бүгін шақырушы адамдарға жоспарымды көрсетер алдында. Тыңдаңыздар, сіздерде сұрақтар болатыны белгілі, алайда сұрақтарыңыздың жауабының көбін презентацияда алатын боласыздар. Ал презентациядан кейінде сұрақтарыңыз болатын болса, онда мен сұрақтарыңызға қуана-қуана жауап беретін боламын. Енді презентацияда нені қолданамыз? Ноутбук, үлкен экран, экранға жарық беруші құрал. Сіз келіп экранды әкеліп желілерді тексеріп қоя бастайсыз. Сыртта тұрған адамды ұйымдастырасыз. Сіз бұлай істеуші болмаңыз.
Осы уақытқа дейін Патман тиран-тиражды қағаз бен ручканы пайдаланады. Арзан ручканы, өйткені қымбат ручка жоғалып қалады. Болмаса сіздің жазылушы адамыңыз алып кетуі мүмкін. Сондықтан арзан ручка ол оны әкетпейді. Өз жоспарыңызды қағаз бетінен көрсете беріңіз. Неге парақ, қағаз және ручка? Мұны дубля жасауға да болады ма? Алғашқы кезде бастап түсінбеген сұрақтарыңызды кейбірін еске түсіру үшін бұны дубля жасауға болады ма? Түсінесіздер ме? Егер жоқ деген жауап алсаңыз, онда жасамаңыз. Егер иә деген жауап болса, онда жасаңыз. Ноутбук үлкен экранды қайтадан қайталауға болады ма? Кешіріңіз, олар мен үшін емес. Қағаз бен ручка. Тағы да сізде көптеген каталогтар бар емес пе? Олардың бәрін жазылушы адамдарға бере салсаңыз, ол түсінбей қалуы мүмкін. Тағы да көптеген бейне бағдарламалар мен қорап-қорап дисклер бар. Міне, біздің продукцияларымыз көріңіз деп бере салсаңыз не болады? Сондықтан сіздің қолыңызда көрсетуге жеткілікті материалдар бар. Енді мен де өзіміздің продукциямызды көрсетудің тиімді жолдарын білмеймін. Ал егер көрсеткілеріңіз келсе, көрсете беріңіздер. Біздің әдемі каталогымызды көрген адамдар оның қандай тауар екендігін бірден түсінеді. Если вы хотите показывать ее, то показывайте, но в этом нет необходимости. Потому что из наших красивейших каталогов... Желік өнім деген не? Онымен не істейсіздер? Starbucks'те байланыстырасыздар ма? Бұл болмайтын нәрсе. Дұрыс па? Продукцияны көрсетудің ең оңай жолы бұл мынау ма? Таза диска. Келсесіздер ме менімен? Продукцияны көрсетудің қажеті жоқ. Сіздер көрсетпеңіздер. Осылай оңай. Сіздің алғашқы 5 жоспарыңызды сізден жоғары тұрған лидеріңіз таныстырады. Сіз отырып бас изей бересіз. Сіз алдымен дұрыс жағдайды таңдайсыз. Бұл нөмірі 1 пункт. Қағаз бен ручка болды. Сіздің лидеріңіз әрі қарай не істеу керектігін біледі. Нөмірі 3 пункт. Сіз қалай киінесіз? Пункт номер 3. Как вы оденетесь? Со здравым смыслом. Өз ақыл-ойымызбен жасауымыз керек. Таза, құпты, қарапайым, кәсіби киініңіз. Костюм киюіңіз керек пе? Костюм кіммен және қайда баратыңызға байланысты болады. Егер сіз өзіңіздің көкеңізбен қарапайым жерде кездесетін болсаңыз, онда костюм киюдің қажеті жоқ. Егер жоғары дәрежедегі Хилтон мейрамханасында дәрігермен кездесетін болсаңыз, онда костюм киюіңіз керек. Егер жексенбі күні бір кісінің үйіне баратын болсаңыз, онда костюм кимеңіз. Қысқа жеңді, түрлі түсті көйлек кисеңіз болады. Кәсіби киініп барыңыз. Егер сіздің аяқ киіміңіз таза болса, көйлегіңіз дұрысталып тұрса, жағасы таза болса, қолыңызда сағатыңыз болса, тырнақтарыңыз құпты алынып, таза қырынған болсаңыз жеткілікті. Кәсіби деңгейде болуыңыз үшін осының барлығы да жеткілікті. Және де бұлай киіну сіздің қандай елде тұрып жатқаныңызға да байланысты. Егер сіз Европада өмір сүрсеңіз, костюмді барлық жерлерге кие бересіз. Ал Малайзияда бұл киіміңіз үшін таяқ жеуіңіз мүмкін. Түсінікті ме? Сингапурде көйлек пен галстук киіп жүру дағдыға айналған. Италияда галстуксыз жүре береді. Түсінікті ғой. Сонымен киім кию маған ол жөнде нұсқау берген ұнамайды. Неге екенін білмеймін. Сіздер өздеріңіз шешулеріңіз керек. Сіздерге үйреткім келетін бір нәрсе, ол сіздер киінсеңіздер де, сөйлессеңіздер де, жүрістеріңізде де миллионер сияқты болуы керек. Бұл миллионердің менталитеті. Сіздердің шоттарыңызда $1 000 000 бар ма? Әзірге жоқ. Алдағы уақытта болады. Шынымен айтып тұрмын. Алдағы уақытта міндетті түрде болады. Осыдан 8 жыл бұрын осы бизнесті бастаған кезде Виджей мырзамен кездескенде маған Патман, сенің шотыңда $1 000 000 бар дегенде мен жоқ деп жауап бердім. Ол жоқ, сенде $1 000 000 бар десе, менде ондай ақша жоқ қой. Мен енді ғана бастадым емес пе? Жоқ, сенде бар. Осы күннен бастап сен менде $1 000 000 бар деп ойлап, солай жүруің керек деді. Сонда ғана үлкен жетістіктерге жететін боласың деді. Осы бизнесте жүруің үшін миллионер сияқты ойлануың керек. Сөйлеуің керек және жүріп тұруың керек. Ұстазымнан осы сөзді естігеннен кейін мен қонақ үйге өзімнің меншігімдегі қонақ үйге кіргендей кіретін болдым.
Маған жазылам деген адам анадай жерде тұрса, ой, қалайсың, қалың қалай, бәрі дұрыс па деп қол бұлғаймын. Они удивленно делали вот так. Қол бұлғаған адамдардың бәрі мені танымайды. Олар таң қалып, қолын көтере беретін. Сөйтіп мен жақындаймын, отырам. Қайырлы күн. Қалай жағдай? Содан соң даяшы келеді. Сонда сіздің көзіңіз оның есімі жазылған төсбелгіде болуы керек. Сіз мұны есте сақтауыңыз керек. Сіз оның есімі жазылған төсбелгіге қарауыңыз керек. Содан мен даяшыны көре сала, Шәрипа деп жазылған болса, сізбен қатар отырған адам бұған қарамайды. Тіпті даяшының өзі төсбелгі тағып жүргенін ұмытып қалуы да мүмкін. Түсіндіңіздер ме? Шәрипа, қалай жағдай? Маған күндегідей қанты аз сүт қосылған кофе дейсіз. Міне, көрдіңіздер ме? Жағдайды бақылауда ұстау керек деген осы. Сіздер күндегідей дедіңіз. Қанты аз сүт қосылған кофе. Ол жарайды дейді. Ал шақырылған адам болса, мынау адам кім болды екен? Ол бәрін қол бұлғап жатыр. Шәрипаны да білет деп ойлайды. Сіз отырып жоспарыңызды көрсете бастағанда, басқа бір адам өтіп бара жатса, оған да, ей, қалайсың деп қол бұлғаңыз. Ол адам ештеңе түсінбей өте береді. Рас айтам, мен солай істегенмін. Миллионердің мінез құлқы деген осы. Мен сіздерге айтам, бәрі де сіз өзіңізді қалай ұстауыңызға байланысты болады. Сіздің тұрысыңыз адамдарды жазылуға бағыттайды. Олар сіздің сенімділігіңізге қарап, сенімге ие болғысы келеді. Мүмкіншілігі мол жазылушы сізге келерде көп нәрсені түсінбей күмәнмен қарап, қорқып келеді. Сіз осының бәрін сейілту керексіз. Сіз мұны қалай істейсіз? Яғни өзіңізді миллионердей сезініп жүруіңіз қажет. Сонымен сіздің алғашқы 5 презентацияңызды өзіңізден жоғары тұрған лидеріңіз жасайды. Ал екінші 5 презентацияңыздың жартысын, өзіңіздің лидеріңіздің қатысу арқылы жасай аласыз. Сіз алғашқы жартысын жасаңыз. Яғни компания туралы және тауар туралы ақпаратты беріңіз. Ал өзіңізден жоғары адам алдағы жоспарлар туралы айтсын. Рөлдермен алмасыңыздар. Келесі 5 презентацияны толық өзіңіз жасаңыз. Ал сізден жоғары тұрған лидер қасыңызда отырып бақыласын. Сонымен сіз өзіңіздің алғашқы 15 презентацияңызды өткіздіңіз. Осының бәрі бір ай ішінде жасалу керек. Ал презентацияңыздың қанат жайып өрістеген түрін мен 3-ші ереже деп атаймын. Желілік маркетингтің ең маңызды негізгі қағидасы осы. Егер сіз осыны негізге алып жұмыс істейтін болсаңыз, мен сізге үнемі желілік бизнесте жолыңыз болатындығына кепілдік беремін. Үнемі. Бұл нөмір 3-ші ереже деп аталады. Презентация жасаудың жиілігі сізді миллиондарға жетелейді. Маған айына неше рет жоспармен таныстыруым керек? 10, 15, 20, 30, 40. Менің жауабым айына тұрақты түрде 15 презентация жасау керек. Егер сіз айына 30 презентация жасағыңыз келсе, онда сіз әр ай сайын осыны тұрақты түрде жасауға тырысыңыз. Бұндай нәрсе адамның қолынан келмейді, солай дейік. Сіз 30 рет жоспармен таныстырасыз, ал келесі айда 12 рет, 22, 32 рет, 10 рет. Рождество кезінде 0. Тұрақтылық болмауы сіздің желілік маркетингіңізді жояды. Сол үшін тұрақты болыңыз. Әр ай сайын 15 презентация. Нөмір 3-ші ереже. Есіңізде сақтауға тиіс ең маңызды қағида. Және бұл бизнесті құрудың нөмірі 5-ші қағидасымен тығыз байланысты. Жоспарды ойластыру. Сонымен есіңізде сақтаңыз. Сіздің жоспарыңыз компания, өнім, төлем жүйесі және алдағы перспективадан тұрады. Ал енді миллион тұратын сұрақ. Бизнеспен таныстыру қанша уақытқа созылуы тиіс? 1 сағат, 2 сағат, 3 сағат. Сұрақ жауаптарды қосқанда ма? Сұрақ жауаптарды қосқанда сіздің презентацияңыз 45 минут болуы керек. Ары кетсе 1 сағат. Мен өзімнің презентациямды 10-15 минут аяқтаймын. Қысқа нұсқа. Неге екенін айтайын, себебі мен бар күшті 25 түрлі өнімге салмаймын. Мен барлық күшті тек таңдаулы өнімдерге бағыттаймын. Соңғы 6 жылда компаниямыз қарқынды дамып келеді. Бізде қазір 100-деген онлайн өнімдер бар. Жоспарыңызды таныстырған кезде не істейсіз? Тіпті біздің тауарлар категориясы да көбейеді. Қазір QVI, Questнен Трайнет бар. MS Кайвер, Катона, Гита бар, Ви бар.
Жақында бізде тауарлардың 40 түрлі категориясы болады. Сіз осы категориялардың атын жазып болам дегенше не болады? Сондықтан мен презентация барысында қазір адамдарға барғанға оларға сатуым тиіс тауардың категориясын өзім таңдаймын. Мен сіздерге мынаны айтайын. Түптің түбінде адамдардың тек бірен сараны ғана өнім үшін келеді. Ал негізінен олар мүмкіндік үшін келеді. Адамның табиғатында біз ешқашан өзгерте алмайтын нәрселер болады. Жаңа өнімнің пайда болуына байланысты, мәселен, биодиск адамдар мүмкіндік үшін емес, жаңа өнім продукция үшін жазылады. Бірақ олар бәрібір мүмкіндік болғанын қалайды. Сонымен 45 минуттан бастап ары кеткенде 1 сағат уақытта сіз жазылады деген адамға презентацияға арнауыңыз керек. Ал сіздердің көпшілігіңіздің презентацияларыңыз жазылатын адамға 3 сағатқа созылады. Бұл дұрыс емес, солай емес пе? Сонда сіз 3 сағат бойы жоспарыңызбен таныстырғанда не айта бермекшісіз? Әлде балалық шақтағы суретіңізді көрсетпексіз бе? Мына жерде мен мынадай болған кезім, ал мына жерде мен Questнетке жазылған кезім. Көрдіңіз бе? Дейсіз бе? Сонымен 45 минуттан бастап ары кеткенде 1 сағат. Енді қандай кезде осы презентация уақытын созуға болады? Сіздің шақырылған жазылушылы адамыңыздың сұрақтары өте көп орынды болғанда, егер ақылға қонбайтын сұрақтар қойса, кешіріңіз, сізге тағы да уақыт бөлер едім. Сізбен әңгіме өте қызық болды. Сізбен әңгімелесе отырып, мен көп нәрсені түсіндім. Бірақ менің өзімнен жоғары тұрған лидермен өте бір маңызды кездесуім бар еді. Менің кетуім керек. Мен сізге 2 күннен кейін хабарласам. Сонда тағы әңгімелесе аламыз. Кездескенше күн жақсы дейсіз де кетіп қаласыз. Ешқашан сіздің осы кісімен 3 сағат отырғандығыңыздың өзі, оған сіздің дерлік ол өзінің қолынан түк келмейтіндігін білдіреді. Сіз бір адамға 3 сағат жұмсамауыңыз керек. Сіздің жоспарыңыз көп, қолыңыз бос емес. Сіз бизнес жоспарыңызды таныстырған соң, өзіңіздің лидеріңізбен кеңесіп, негізгі тренинг пен VIP жиындарға баруыңыз керек. Тағы бір кездесуге барып, кофе ішуіңіз керек. Өзіңізден төмен тұрған лидерге барып, бизнесті құрудың 8 қағидасының бірі жөнінде әңгіме айтуыңыз керек. Бәрі солай болса, бір адаммен отыруға 3 сағат уақытты қайдан аласыз? Егер ол өзімнің бауырымда Ұлыбританияның қай жеріне жіберсем болады деген сияқты нақты сұрақтар қойып жатса, данана өнімнің бірнеше түрін сатып алсам бола ма? Маған MX-ті қолдансам бола ма? Түсіндіңіз бе? Сондықтан жоспарларыңыз оған тағы біраз сондай кезде ғана уақыт бөлуге болады. Бірақ сіздің компанияңыз заңды жұмыс істей ме? Мен осындай сұрақтарға не деп жауап беретінімді білесіз бе? Жоқ, заңды емес, сондықтан бізге қосылмағаныңыз дұрыс. Сондықтан да сау болыңыз. Қандай ақымақ? Егер сізден ақымақ адам компанияңыз заңды жұмыс істей ме деп сұрап жатса, онда сіздің компания жайлы ақпарат бергеніңіз жоққа шыққаны, беріп жатқанда құрдымға кеткеніңіз. 2 миллион тұтынушыға арналған көп миллионды компания қалай 20 триллион юса, кейбір ұлттық банктерден көп ақшасы бар компания, әрбір газетке тек оң бағасын алып жатқан президенттер мен премьер-министрлердің суреттерімен бірге шығып жатқан компания болса, тек ақымақтар ғана компанияларың заңды ма деп сұрайды. Түсіндіңіздер ме? Шынымен оның қойған сұрақтарына сүйене отырып жазылушыға қанша уақыт бөлуді шешіп алыңыз. Қақпанға түсіп қалмаңыз, себебі кімге кім көбірек қажет. Сіз оған көбірек қажетсіз. Сіздің мақсатыңыз жоспармен таныстыру. Қаншалықты тиімді мүмкіндік беретін бизнес екенін түсіндіріп болған соң, бизнесті құрудың нөмір 6 қағидасына өтуіңіз керек. Менімен келісесіздер ме? Енді бүгінгі күні жоспарыңыздың өзі өзгерді, және ол тағы өзгеруі мүмкін. Бірақ біздің жоспарымыз қашанда қарапайым. Сондықтан жоспарыңызды мұқият түсініп біліп алыңыз. Жаңалықтарды біліп тұруыңыз үшін компаниямен үнемі байланыста болыңыз. Жанартауларды алып тұру үшін өзіңізден жоғары тұрған лидеріңізбен үнемі байланыста болыңыз. Сонымен қатар есіңізде болсын, сіздің презентацияңыздан кейін жазылушы үйіне барып, онлайн жүйесінен ақпарат алуға ұмтылады. Себебі бүгінде интернет әркімнің үйінен табылады. Солай емес пе? Сондықтан сіздің берген ақпараттарыңыз интернеттегі ақпаратпен сәйкес болмаса, сіздің өзіңіз ақымақ болғаныңыз. Себебі ол келіп айтады,
Ей, сіз маған 1 миллион тұтынушы бар деп едіңіз. Мен тексерсем, онда 2 миллион адам жазылыпты ғой дейді. Мен оны әдейі істемедім. Сен барып тексересің бе жоқ па? Деп соны білу үшін интернетке кіріп тексергеніңіз өте дұрыс. Жарайсың. Онда отыр мұнда. Түсініп отырсыз ба? Сізге қалайда жағдайдан шығу керек? Сонымен жоспар таныстыру бизнесті құрудың нөмірі 5-ші қағидасы. Сіздердің естеріңізден шықпауы тиіс нәрсе нөмір 3-ші тұрақтылық ережесі айына 15 презентация. Бастапқы уақытта 5 презентация өзіңізден жоғары тұрған лидеріңіздің көмегіне сүйеніңіз. Келесі 5 презентацияда кезектесіп бөлісіп жұмыс істеңіз. Үшінші 5 презентацияда өзіңізден жоғары тұрған лидеріңіз бақылаумен барлығын өзіңіз атқардыңыз. Әрқашанда сіздің презентацияңызға келген өзіңізден жоғары тұрған лидеріңізге құрметпен қараңыз. Бәрі де қысқа нұсқа, қағаз, қалам болсын. Өнімді өзіңізбен әкеп көрсету міндетті емес. Каталогтарды қолданыңыз, ыңғайлы жерді пайдаланыңыз. Жайлы тыныш орындарды таңдаңыз. Оларға түскі және кешкі астарды әперуге міндетті емессіз. Минералды су да болады. Ол енді кішкене минералды су ішейін деп жатқанда тоқта деңіз. Сіз мұндай ластанған затты ішпеуіңіз керек. Мұнау не? Шамалы жылжытыңызда бастай беріңіз. Түсінген боларсыздар. Сіздер сөйтіп түскі немесе кешкі асты сатып алмайсыз. Ақылға қонымды киініңіз. Егер сіз бір адамға жоспарыңызды көрсетіп жатсаңыз, ол телефон арқылы әр нәрсені айтып, жақсы, көрсеміз деп сөйлеп жатса, тоқтатыңыз. Тоқтаған соң, не дейсің, көрсете бер. 5 минуттан кейін тағы да алло деп жатса, қағазды алыңызда бүктеп қойын қалтаңызға салыңыз. 40 теңгелік ручкаңызды, қаламыңызды алып, адамдар сіздің ручкаңызды арзан екендігін байқап қоймас үшін шалбарыңыздың қалтасына салыңыз. Андерсон мырза, сіз үшін қолайлы уақыт деп ойлаймын. Мен қазір бір кездесуге баруым керек. Мен сізге келесі аптада хабарласам. Сізге шынымен қызық болса да кездесеміз деңіз. Жоқ, менің қолым бос емес десе, менің кетуім керек дейсіз. Мен сізге келесі аптада хабарласам, сау болыңыз деп кете саласыз. Ешкім менің көңілімді қалдырмау керек. Осыны түсініңіз. Сіз өзіне сенімді бай адамсыз. Сізде биодискі бар. Ал арзандау киінген, үйімен жұмыстан басқа ештеңен ойламайтын, болашағы бұлыңғыр, армансыз адам сізге осылай істейді. Олар тіпті орындықта да отырмау керек. Оны отыратын орны еден. Ал жазылып болған соң, міне енді орындыққа отыр. Өте жақсы. Жоқ, өзіңізді мүмкіндігі мол жазылушыларыңызға, шақырылған адамдарыңызға бұлай етпеңіз. Олармен жақсы қарым-қатынаста болыңыз. Егерде ол шектен шығып жатса, уайымға салынбаңыз. Мен күтіп отырған адамдарды көрдім. Жазып отырады. Жаңа не айтып едіңіз деген кезде тағы да қоңырау. Жаза бергенде тағы қоңырау. Не мәселе? Сіз көп миллионды компанияны таныстырып отырсыз. Сіз интербелсенді байланыс арқылы әріптестік қарым-қатынас орнатуға шақырып отырған бизнесменсіз. Сіз әлем бойынша сізге қол жетімді 23 офистің өкілісіз. Сізді коммерцияның көп миллиардты жүйесі қолдайды. Міне, сіз кімсіз? Сіз биодискімен монета сатуды ұсынып отырған қарапайым адам емессіз. Сіз бизнесменсіз. Өзіңізді көрсете біліңіз. Сондықтан бизнес жоспарыңызды таныстырып жатқанда өз ұстанымыңызды ұстаңыз. Қашанда ұстанымыңызды көрсетіңіз. Бұл өте маңызды. Түсінікті ме? Түсінікті ме? Жарайды, бұл бірге болған бір сәт. Енді сіздерді біздің жиналыстарымыз күтіп, әр апта сайын бизнес презентацияларыңыз аптасына бір рет, айына 3 рет, қалай болғанда да бәрібір презентациялар болады. Егер сіз осы бизнес презентацияларға үнемі қатысып отырмасаңыз да, онда бұл бизнесте ешқандай қаржы таппадым деп есептеңіздер. Сізге күш-жігер қажет. Сіздерге осындай кездесулердегі әңгіменің күші керек. Сіздер үшін мұндай шара
келіп жоспарды тағы бір көру дегенді білдірмейді. Мұндай шаралар кездесу, бауырмалдық ынтымақ. Сіздер қатысқан кез келген бизнес презентация жақсы емес пе? Анау ақымақ қалай, жазылды ма? Сіз келесізде әңгімелесесіз. Қалай жағдай, жақсы ма? Көріспегелі көп болды. Анау ақымақ қалай, жазылды ма? Тағы басқа әңгімелер. Биодиск, бұл жаңасы екен ғой, тәжірибе алмасу. Міне, біз үшін осындай болса, жаңадан жазылушылар үшін бұл оның өмірін өзгертетін тәжірибе. Сондықтан жазылғысы келетіндерді осындай бизнес презентацияларға міндетті түрде ертіп келіңіз. Себебі сізді осы адам Тарабакаста көрсе, егер маған бір адам жоспарлар көрсетіп жатса, ол ойлайды, шынымен осы компания үлкен бекен деп. Ал осындай кездесулерге жиі әкеп тұрсаңыз, ол кірген кезде мыңдаған адамды көреді. Бәрі де бір қатарда тұрып, ақылға сыйымсыз керемет деп айқайлап тұр. Я, үлкен екен дейді. Сіз осында отырып, онымен қатар отырып, дәптеріңізді ашып, жазып отырыңыз. Егер сіз барлық тізімді жазуды көріп шықсаңыз, сөйтіп жазсаңыз, сіз бұрын жазғаныңызды қайталап отырғаныңызды байқайсыз. Ал қайталау болса, есте сақтау қабілетіңізді жақсартады. Шақырған адамыңыздың ойы басқада болса, шынтағыңызбен түртіп жіберіп, міне, мынау қызық. Презентация біткен соң ары қарай не істейсіз? Мен мұны қадірлеу, құрметтеу раунды деп атаймын. Жазылушының, танысушының қолдан ұстап алып, Дэйвке келесіз. Дэйв мырза, мұнау Қытайдан келген менің жаңа жазылушым, Лин мырза. Сати мырза, мұнау Гоу мырза. Гоу мырза, мұнау Сати. Оратор түсет. Вейджей мырза, мұнау менің жаңа жазылатын адам. Ол бар болғаны бір-екі сұрақ қойғысы келеді. Ал сіз айналып жүресіз. Сіздің жоғары тұрған лидеріңіз айтады: «О, Лин мырза, сізге презентация ұнаған болар деймін» деп айтады. Айтпақшы: «Эрик, сенің осы топта келгенің өте жақсы болған. Бұл жерде өте күшті лидер. Сізден жоғары тұрған лидер не істеу керектігін біледі. Егер сіз құрметтеудің маңызын түсінетін болсаңыз, мұндай құрмет көрсету бар болғаны ойын деп ойлайсыз ба? Бұл өте күшті стратегиялық жоспар түсінген адамға». Виджей мырзаның құрметтеу бағдарламасы сияқты. Біз ол үшін барлық құрметтеу процесін жоспарлаймыз. Ғимаратқа кім бірінші кіретінін де жоспарлаймыз. Егерде австралиялық банкирлермен кездесуді жоспарласақ, Ричард мырза Виджейге орындықты ыңғайлап, «Мархабат, отырыңыз» дейді. Ал европалық банкирлермен кездесетін болса, кім кофе әкеледі? Осының бәрін жоспарлаймыз. Осындай құрмет көрсетуді жоспарлау үшін де бізде арнайы брифингтер ұйымдастырылады. Мұндай құрмет көрсету бір адамның мүддесі үшін емес, бизнесті алға жылжыту үшін. Сіз өзіңіздің жоғары тұрған лидеріңізді құрметтесеңіз, бұл сіздің бизнесіңіз үшін. Егер ол сізге адам ретінде ұнағанымен құрметтесеңіз де, ол да жақсы. Сондықтан да негізі мықты болуы керек. Өйткені бұл сіз үшін жақсы. Сіздің жоғары тұрған лидеріңіз үшін емес. Мен өзімнен жоғары тұрған лидеріме көбірек құрмет көрсеткен сайын, ол да менен төмен тұрған адамдарыма ықпал жасайтын болады. Міне, Виджей мырзаны кәсіби және жеке басының деңгейінде мен құрмет тұтам. Міне, сондықтан да сіздер оның есімін менің аузымнан күніне 100 рет естіп жатырсыздар. Ендеше бұлай елестетейік. Сіздер Виджей мырзамен ешқашан кездескен жоқсыздар. Ертең ол осы жерге келеді. Сіз қалай қабылдайсыз? Сіздер есіңізден танасыздар. Өйткені Патман мырза сіз жайында үнемі айтады. Біз сіз жайында білеміз деп ойлаймыз. Оның айтқаны сіздің миыңызға тезірек жетеді. Сондықтан сіз өзіңіздің жазылушыңызды аласыз да таныстарыңызды айнала жүресіз. Сосын отырасыз. Жиыннан кейінгі кездесу. Сұрақ жауап түсінікті ме? Мен жеке өзім осындай көпшілік презентацияларды қолдаймын. Себебі ұжымның күші өте үлкен. Бірақ кейбір көпшілік презентациялар жоқ елдерде екінші варианттарды таңдаңыз. Ол үйдегі кездесу. Мен өз бизнесімді басында
осындай үйдегі кездесулер негізінде тұрғыздым. Бұл өте тиімді, оның үстіне тегін тамақ ішуіңізге болады. Үйде кездесу, үйде кездесу, үйде кездесу. Кейбір кездері біршама уақытта бір қалада 10 кездесу өткізетінмін. 10 жазылушы мұнда 8-і анда, 6-ы басқа жерде. Үйде кездесу сондай тиімді. Өте жеңіл, өте арзан, жазылушыға да өте ыңғайлы. Егер сіз үйден бір бөлме жалдасаңыз, бұл бөлмені пайдаланбаңыз. Біреулер сұрауы мүмкін, мен бөлме жалдап тұрамын, сонда шақырсам бола ма деп. Мұның соңы түсінбеушілікке әкеп соғуы мүмкін. Ең дұрысы үй. Менімен келісесіздер ме? Сонымен үйдегі кездесу дегеніміз не? Ақтақта адамдар шәй ішіп отыр. Қожайын біраз әңгіме айтады. Саламатсыздар ма? Келгендеріңізге рахмет. Өздеріңіз біліп отырғандай, мен сіздерге мен және әйелім айналысып жатқан осы бизнестегі жоспарымызбен, идеямызбен бөліспекпіз. Бүгін сіздердің жолдарыңыз болды. Себебі мені осы бизнеске әкелген Сати мырза да, ол да бүгін осында. Оның жолы болды, ол да бүгін Бразилиядан оралды. Бүгінде компанияның ең негізгі лидерлерінің бірі болып табылады. Сонымен қатар өте күшті лидер Викемжетте келіп отыр. Ол да халықаралық деңгейдегі лидер. Олар екеуі де сіздерге қолдау көрсетпек. Сонымен олар жоспарды көрсетеді деңізде отырыңыз. Сөйтіп олар жоспарды көрсетсін. Сати жоспардың басын түсіндірсін. Вик ортасын. Сати қорытындылайды. Сосын барлық сұрақтарға жауап береді. Барлығы түрлі тәтті дәмнен ауыз тиеді. Шәй ішеді, әңгімелеседі. Қызықты ма? Бірден жазылдыңыздар. Қызықпаса келесі сатыға өтейік. Түсіндіңіздер ме? Үйдегі кездесулер өте тиімді. Көп адамдар қазір осылай етпейді. Өте тиімді. Маркетинг желінің басым бөлігі осындай үйдегі кездесулер арқылы құрылған. Сізге тек ақтақта ғана қажет. Көптеген ұлттардың мәдени дәстүрінде адамдардың үйіне барып қонақ болу қалыпты жағдай. Мүмкін өнімнің кейбір бөлігінде сіз үйіңізге қонақ шақыра алмайтын шығарсыз. Бірақ Азия мәдениетінде ондай проблема ол жағынан қиындық жоқ. Келісесіздер ме? Сонымен үйдегі кездесудің нұсқасы бірге бір. Ви компаниясы ұйымдастырған көпшілік презентациялар. Ұжымның тиімді күші, мол күш-қуат, үйдегі кездесулер. Тиімділігі зор, оңай басқарылады. Егерде сізде бір мезгілде әр жерде 10 кездесу болсын, онда ол сізде жазылуы мүмкін 100 адамыңыз бар дегенді білдіреді. Білдіңіздер ме? Осыған келісетін шығарсыздар. Сонымен жоспарды таныстырғанда қарапайым жасаңыз, оны қайталап отырыңыз. Сіз компанияның резина жіп теориясын зерттеп отырғаныңызды білдіріңіз. Компания, тауар, төлемақы жүйесімен алдағы даму жоспарын жеткізіңіз. Міне, осы төрттік. Оны қандай ретпен жеткізуіңіз өз еркіңіз. Мен сіздерге жоспарды таныстырудың қатаң ережесін түсіндіргім келіп отыр. Мен сіздерге тағы да резина жіпті есіңізге салғым келеді. Резина жіпті үзбеңіз. Келісесіз ғой, жоспар таныстырудың жиілігі қандай болу керек? Менің жеке жоспарым бойынша айына 15 презентация жасалу керек. Нөмірі 3-ші ереже. Мұны тұрақты түрде жасасаңыз, сонда сіз осы бизнестегі биігіңізді бағындырасыз.